сәлем достар, қалдарың қалай? Бәрі керемет деп үміттемін. Осы видео қарамастан бұрын мен Telegram, Instagram'на жазылып кетті, келіп кет. Өте поддержка болады. Жалпы осы видеоны қарап басыма ойлайсыңдар, мен марафон жүргізген, ең басына предыстория дейін. Мен марафон жүргізген, марафонында мен жалпы химиядан 7 күндік марафон болған еді, органикадан толықтай түсіндірген еді. Одан байланысты видео бар, өзіне байланысты предыстория болсын. Тоже қарап кетіңдер, еще қызық болса. И сол енді марафон жүргізгенде мен ақылы жүргіздім ғой, осы жолы, иә. И көбісі маған жазды, неге ақша жатсың? Мен білуім керек, но все-таки бұл мини-анпакинг видеода не алдым. Мен шыны керек бәрі ақшамды, в принципе, қанша тапқанымды, именно почти бәрімді, тапқаным бәрі ақшамды, вкладывание, инвестиция қойдым өзімнің, то есть каналыма, Instagram, Telegram и, в принципе, YouTube каналыма инвестиция болсын деп. Ақшаның бәрін соған жұмсадым әйтеуір. И олардың заттарын бір-бірден көрсетейін. Бірақ ең бірінші мен көрсетім келетін и ашым келетін данный момент бір зат бар. Оны как көрсету керек. Так, мынау елка емес достар. Қазір. Мынау бізде жалпы қазір дополнительно еще ротикация есть, да? A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Мына бізде штатив емес, бізде бұл свет, то есть мен свет керек еді ғой, комнатында тек осы свет. И плюс бізде осындай свет бар, и ана жерде қандай мелкилкалар, то есть свет осатын. Но бірақ та ол жалпы светтің особо андай деңгейі болмады, ше. Особо бір андай светті қоспайды, атмосфера қоспайды менің өміріме. Сол байланысты мен осындай заттар алып алатынмын. Өйткені мен качество өсіру үшін контенттің видеоларының осындай свет алдым. Каспийдің бәрін заказ беріп жатырмын. Сосын артикул берейін описанияда. Осы затты алдым. Ашайық. Я только что понял, недавно, что менде пышақ жоқ. И қайша жоқ, қазір мен қарайын. У меня же есть скальпель, достар, скальпель хирургический, қазір. Мына менің хирургический наборым. Немене как раз скальпель жатады ше, пайдасы өткен мен нені кесем басқа? Тек қана бұны тік безем. Аккуратно. Как раз пайданы тиеді екен досын. Кесем, конечно, бір заттарды, типа жаңа жаралар пайда болды. Кожа, искусственный кожада кесу керек. Но көбінесе кеспеймін дамда. Өйткені пайда жоқ ебіне. Көрейік ал. Қай жерде оңай кесу дұрыс? Осындай свет. Өйтейін бе? Осындай свет. Қазір оны қондырам. И қазір көрсетемін. Қарайыншы не? Что? И осындай ең соңында свет. Қазір көреміз қандай болатын. Но мен бірінші затым алғаным ағылайын енді. По идее, это мой первый заказдардың бірі. Көп мен заказ алмаймын вообще, заказ салмаймын да, заказ істемеймін де. Бір заказдардың бірі. Өз ақшама, тем более, өзім зарабатывать еткен достардан көріңізші. Это мой первый заработок, и то тем более мен жақсы көрген способпен, қатты жақсы көрген. Но я знал, что тут маленький будет провод, в общем, айтты провод құттай болғанын, комментариядан, отзывтардан қарағанын. Но мен ұзартыш болды, енді поэтому особо қиналмайтын шығармын дедім. Бір аны күшті ұнап тұрды маған. Так, енді нет. Так. Ладно. В общем, осындай тема бар. Ол некенге түсіне алармыз. Объективно штатив сет, но. Так, оны ашпастан бұрын мен кажется білдіріп болмайды. Петличный микрофон, просто петличный микрофон. Қазір осы музыканы өзгерте салатына керемет зат. Петличный микрофон. Мынау тұрған құтақандай зат. Мен, в общем, мынау светпен бірдей ғой, я бір жағында качественно алғым келеді, өйткені звуктың качествосын өсіріп кетті. Көрініп тұрған жер, өйткені ұнамайды маған өзінің дауысы. Именно осы жердегі.
скальпель, отлог. Так. Кстати, достар айтпастан бұрын, мен осы видеомда беймонтаждамаймын шығуы. Возможно, мен емес. Бұйырған алады, но все-таки мен айтпашы өз командама монтажер жалпын. Сол байланысты мынау видеомда монтажер жасайды. Возможно, көріп қалады шығар. Кім көріп қалды болады, сөйтіп берсін деп. Так. Осындай зат, достар, осындай. Так, көрейік кімді. Екеуін алып өт, номерді біреу жайып өтемін басында. Инструкция вот тут, достар. Как заботливо. Мен стол қираватқан, на бірінші рет емес әрине, но все-таки қирават әйтеуір. Мынау осы затты артикул тастайсың. Так, мынау не екенін түсініп тұрған жоқпын, қазір қарайын полностью инструкциясына QR код дейді. Қарайын. Контроль качества пойдет. Что там дейсің? Осында жағымыз. Айтпашы, мына ішінде тағаны бар. USB бар. USB. Мына iPhone-ларға. И зарядка. Зарядка еще есть. Базара нет. Еще когда-то есть. По идее, очень даже солидно. Да, очень даже солидно. Я не думал, что заряд как минимум будет. Но кажется, это не очень такая качественная зарядка. Ладно, по-моему. Или өзім тупой ма? Өзім тупой сияқты. Ладно. Авторская брат. Осылай. Осылай, достар. Менде ардың, мына жерде мусорым бар ғой, астан ағып жүрмін, ардың бәрін жақтырып кетті. Так, ладно. Потом микрофон бар, мен осы жоға. Как бы осында сотайын, сосын айтамын да осында. Друзья, уровень тупизма сотого уровня, прям 100% тупизм уровня, ол менде ғой. Қараңызшы, мына затты мен телефонға қыстырып алдым да, мен ойлап отырмын, что мына что-то проблема бар, сондай Инстаграм бәрін қарап жүрмін, Ютуб бәрін қарап жүрмін, қалай істелінеді дегенде осы қалай кіреді. Оказывается, енді басып жетеді ше. Осылай болады да, iPhone қыстырады. Ожидание көп болды енді петличный микрофонға әрине, но бірақ та петличный микрофон, как видите, қатты дауыс керемет емес, мен көріп тұрғандай. Петличный микрофон бана дауысын болды, енді осы жерде петличный. Бірақ көзіме кіре салып ма? Ладно. YouTube мен дұрыс нәрсе түсіріп өтім. Не байын. Мне дали гарантию. Друзья, мне дали гарантию на 6 месяцев. Ладно. Я уверен, что это... Как видите, осындай наушник. Наушник бар, микрофон осындай. Я прям геймером себя чувствую. Ладно, в общем, мындай комплекте осындай зат бар. Типа наушник, микрофон осындай. И кастр. Осылай үшін микрофон, осындай комплекте осындай зат болды. Осындай зат болды деп қазір ашып жатырмын енді ана. Түсіндіріп жатырмын, на китайском, на русском все как есть. И осы. Та-дам! Достар, это мой микрофон. У него прям салмақ бар. Кабельный. У меня нет слов, это прям жестко круто. Моя первая алған затым мен бірінші. Мен надеюсь, осында болса енді керемет деп ойлаймын. Керемет болсын деп тілермін. Как көреміз дауысын. Уже идея бар, қалай мынаны қондыруға болатынын, как көрсетемін. Мен қазір сөзін өтсең, как көрейік, қалай
цвет өзгереді. Өйткені цвет өзгереді, точно білемін. Брат, өзгерді ма бана? Что это? Что за магия? Просто что за магия? Что за магия? Серьезно, это что за магия? Ну, это уровень, достар, қазір көремін. Осыдан кейін мен кісілердің практика сабақтарын, қосымшаларын қалай жақсы болмас қарайыншы. Өзім протесттер еттім, наушникті промена осындай митқа шақырып өзімді қаралыққа осымды арадым. И қазір наушник протесттер еттім деп батыр. Әйтеуір осындай свет өзгертіп алып бүйтіп, сол самое прикольное деймін бе. И осындай қазір свет қондырам бәрін істеймін. Әрі көп жұмыс бар, қарайтын, табатын. Самое прикольное, прям дауыс сапалы шыны керек. И бір жағынан әдемі де қоярсың да, и сапалы болады да дауыс, я уверен в этом. Енді камера алу керек, енді дұрыс бір четко камера. Камера и так айфонский тема. Енді дауысты шамалы ше, мынаның не қосу керек ше. Так оқып тұра берсін бәрі, маған особо не мешает, надеюсь, вам тоже не мешает. Қазір мен кстати, деп қалдым да. Мен микрофондар қосым да специально дауыс жақсарту үшін ең басында. Екеуін де қоса алмай алдым. Біреуін қоссам, но что-то мынандай қатты болса. О май гад! Қосылып қойған, монтажы мынандай, точно. Осындай бар. Осындай. Мынаны енді 100% үйреніп алсам, не үшін солай дауыс шықпай тұр дұрыс. Соны түсініп алсам. Возможно, это чайно, поэтому, но я не уверен, потому что достарымда там дауыстары прям перфекто, перфекто, сондай болады. Енді данный момент наушник осыдан кейін ашып қоярын сөйтіп штативтің заттарын қондырып жібердім. Кешіріңіз достар, дауыстан қондырып. Ну, в данный момент мен уже ашып бітірдім мынаны, енді тек қана жалғау болды, мынау осылай қалды. И мен, кстати, еще тағы бір звук, менде қазір танымам дикого, жалпы өзім анаумен бірге. Жалпы менде тағы үшіншісі бар. Но бірақ ол особо светіспейді, но все равно қосу керек оны так қазір ойымша. Чтоб полностью көру үшін ше. Менде тағы осындай свет бар. В общем, комнатаны осылай жаратады. Қатты емес, но прям өте вот такой свет береді, мынау енді қатты свет беретін, и ары қарай осындай. Көріп отқандай, жалпы осылардың бәрін расадым, енді қазір мынау қондырып алып. Так. Извиняюсь, как бы, из-за... Та-да! И... Блин, перейдем на высоте. Штатив. Команда қош келдің. Команда тағы адамдар бар. Сен біріншімде, сіздің төтке қош келдің. Осындай штатив. Қалай қондыратын білемін, как қондырамыз. Осылай қазір мен әрең дегенде таптым бір жерде, чтоб мен де көріну үшін, басқаларды көріну үшін. Міне, вроде қытай штатив, көрейік қандай болатын. Осылай зат болды ішінде үшін қарай. По идее, жақынырақ отқан дұрыс еді, но жақынырақ отайын сөйтті. Блин. Жақынырақ отайын. Я понял. Объектив аттағыда. Пышақ сияқты ғой. Экскаваторда десем. Көрейік енді тағы. Бірде маған жабыстыруға топынан тағы. Сержин тағы. Осы нормально деп ойлаймын. Қазір қондырамыз.
Шнопты еткем ғой, бағалай тупой. Мен деймін ойға барм екен. Так. В данный момент үйдегі бәрісі түсініп жүр. Баланса, как он жүзінде. Светім осы қараң көрдің, жаңа. Қанша сой үшін өткен. Ал, бисмилlah достар, көрейік. 1, 2, 3. Ой. Ё-моё. I want to know. Бум. Достар, так что? Максимальный деңгей, достар. Обычный, синий, теплый, обычный, синий, теплый. В общем, мен бәр денемді полностью алып тұрды. Түрі осыны. Прям обычный зат. Бұлай қарасам, қандай зат. Комнатың бәрін алып тұр. Маған алып тұрады. Маған алып тұрсын. Түріндей. Ну, я думаю, что стало гораздо лучше. Вот, смотрите, до банановой и после гораздо лучше. Теперь еще один штатив, такой же примерно, Юнал университет кема өтеді жалпы. Ну шыны керек, прям Қытай, во-первых, пойти оны алып келгенде прям Қытайхан зат болған. Егін соны үлкен зат көрінеді. И прям күшті. Кстати, енді осы плюс штатив, микрофон, у меня 2 микрофона, то есть осы микрофон, но просто сәл шпанышский, но енді 100% стоит своей цены. Күшті тема. Бұйырса осыған видеолар түсіреміз енді алда уақытта. Керемет микрофон, тағы да айтамын, керемет тағы да. Так, мен қалай істеу керек екенін бұйырса переходниктер алачağım, оған телефонмен отыру үшін, спокойно түсіру үшін. И кейс задача, мен тағы да марафондар жасау планда. Осы марафондар арқылы енді видео сапасын арттырып отырмын ғой. Андай стримдер болсын, видеолар болсын, видеолар арқылы сапасын өсіремін видеоның. Сол байланысты келесі марафондарға шақырамын сендерді достар. Мен телеграмма, ютубтан, инстаграмдан бәріне тіркеліңдер. Не үшін? Өйткені солар арқылы сендер кіріп кете аласыңдар осылардың бәріне. Я достар, тағы да шақырамын сендерді. Барынша көңілді түсіру керек. Вот так вот. 5 минут бойы, 5 сағат бойы нан түсірмей жүр. Не проблема нет. Енді өзім қалаған бұрыннан бері қалап жүргізетін. Иә, бұрыннан бері етіп оған осындай чехол, жалпы наушник алым ғой. Аликтан ең соң наушниктер, чехол керек. Осы оригиналдың. Осы оригиналдың чехол керек. Наушник өшім. Наушниктер жалпы ойланып жүрмін, алмағым. Ең соң алатын болым. Көрейік кені. Достар мен берсем болған помочим. Сейчас. Алакай, наушники. Не ищет он сна? Прям химозный есть он, вривай. Ой, ладно, не наушник. Но Птахандай дегенде құлағым и так тұтты. Идеально подойдел, подошел. По идее, бәрсін. Миниатюрный такой. Ну, девчачий, деймін, айтам. Ладно, прикольно, по идее, да. 100% прикольно. Сымбаса болып ма. Осылай әйтеуір. Ну, мен соны қалған еді, беспроводной осы наушниктер. Инструкциялар бізге қай жоқ десе. Плюс наушник. Type-C бар екен, Type-C. Наушниктен шет-шеттен бәрі Type-C болған ба, немене. И менің жалпы, давайте разыграем это, потому что по-любому мен планға сыймай. Жалпы мынау бізде AirPods-ға арналған чехол. Кім мен подпискасын лайк басады, солар мынау бесплатно жүреді дейді. Ну, по-любому апара алмаймын ешкімге. По идее болады ше, но мен оны білмеймін қалай тарату керек екенін. И вообще не стоит, кажется, в ваших интересах, да? Одан ақша сыйлық берген дұрыс сияқты деп ойлаймын. Но бірақ та мен ақшам жоқ, қазір осылардың бәрін құртсам.
но бірақ 100% мен ойлаймын что осылардың бәрінің құны шексіз, өйткені мен үшін зат алған затымның саны біреу, екеу, үш, төртеу үшін бір сөзбен 4 затым, 2 микрофон, 1 свет және 1 наушник. Осындай заттарды алдым. Маған қатты ұнады, шыны керек, тек қана бір заттың минусын айтсам, какой-то қолданып көрдім. Осы зат шамалылау, сәл дауысы сәл төмендеу ма, қалай айтуға. Осыларды қазір отзыв қалдырамын шет-шеттен. Мынау енді тема, осы тема бәрі жақсы, просто телефон қондыратын бір жасау керек. Свет вообще 10/10, прям полностью түсіріп тұр мені. Так, кстати, прикольно. Ну, қатты қосу қайт жоқ деп ойлаймын, осындай жай шығар деп тұрмын. Если честно, мягкий свет, очень прикольный. Осындай цветтер болмаса, очень мягкий, приятный цвет. По идее. Шайып кетсін да. Ну ладно, достар, сіздерге керемет ұнады деп ойлаймын. Осы видео барынша түсіруге тырыстым. Монтаждар енді мен монтажерыма тастаймын бәрін. Бірінші монтажер осы жолы енді. Мен командада, кстати, тағы бір адам қосылды. Сәлем, монтажерым. Жалпы бұйырса сенімен көп жұмыс істейміз деп үміттемін. Алда уақытта көп заттар бар жасайтын, но бірақ та соған байланысты жоғалып жатырмын, достар. Не үшін? Өйткені ұбт дайындалып жүрмін. Қатты кіріп кетіп, белгілі не үшін екенін бәріміз түсінеміз. Наурыз ұбт жатыр. Бұйырса марафон жасау планда әрине, бірақ та марафон жариялау туралы бұйырса сендерге обязательно айтамын. Бірақ та Телеграм обязательно YouTube каналыма, Instagram каналыма тіркеліңдер, что бірінші білуші солардың бәрін.